кездерінде жастар алаңы мемлекет мәселелерін жастардың көзқарасына салатын еліміздегі ең басты орын. Бүгін маусымның 3-ші ойыны. Біз бұл жобаға қолдау көрсеткен және өткізуге орындық болған Жас Отан жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Биылғы елбасы жариялаған жастар жылында жастар алаңы қазіргі буынның өз ойын білдіретін, тұшымды сөз айтатын маңызды платформаға айналды. Алдыңғы екі ойында да мемлекет үшін өзекті мәселелер талқыланды. Сәйкесінше республикалық маңызы бар 3 қаладан және 14 облыстан жобаға қатысуға 45-тен аса команда өтініш білдірді. Олардың арасынан үздік шыққан 16 фракция маусымды бастап плей-офф форматында кездесулер өткізеді. Жеңген команда келесі кезеңге өтеді, ал жеңілген командада екінші мүмкіндік болмайды. Өйткені жастардың таласатын жалпы жүлде қоры 1 миллион теңге. Алдыңғы қатысқан қос команда мектеп туризміне қатысты және екінші ойындағы жастар мұғалімдер мәртебесін көтеруге қатысты мәселені талқылаған болатын. Ал қазіргі қоғамда қалыптасқан құқық қорғау органдарына деген әртүрлі көзқарастар болып жатады. Әлеуметтік желінің дамуы одан сайын бұл мәселені өршітті деуге болады. Алайда басымызға күн туғанда бәрібір жүгінетініміз осы полиция қызметкерлері. Ендеше полиция қызметкерлерінің мәртебесін көтеру үшін не істеу керек? Осыны бүгін жастардың көзқарасына саламыз. Ал оларды төрелеп, сарапшылар алтасы төрешілер қауымымен таныстырып өтейік. Ендеше құрметті көрермен, бүгінгі тақырып бойынша 3-ші ширек финалист команданы анықтап беретін және жастардың сөздерін саралап, ойларын төрелеп беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Заңгер Ғабиден Нұрпейісов, прокуратура саласының ардагері, отставкадағы генерал-майор, Нұр Отан партиясының департамент кеңесшісі Серікбай Ерімбетов және Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатының координаторы Жанат Чукеев. Ендеше бүгінгі тақырып бойынша ой толғайтын командалармен таныс болайық. Бүгін олар Алматыдан келген аргумент фракциясы және Ақтөбеден ат терлетіп келген аттас Ақтөбе фракциясы. Фракция лидерлерінен команда құрамын таныстыруды сұраймын. Ассаламуалейкум. Аргумент фракциясының бірінші спикері Абенов Ахметжан және екінші спикері Өтемесова Аида. Және келесі команда. Ассаламуалейкум. Құттымекен Ақтөбеден додаға түсіп бақ сынағалы келдік. Менің аты жөнім Айбазар Нұрталап, әріптесім Мұсағалиев Серік. Ендеше қай команда бірінші болып сөз бастайды? Біз командалардың ұстанатын позицияларын жеребе арқылы анықтаймыз. Осы рәсімді өткізейік. Сонымен алыстан келгендіктен Ақтөбе фракциясы, егер сан жағы түссе, сіздер жақтау фракциясы боласыздар, ал егер елтаңба жағы түссе, онда даттау фракциясы боласыздар. Куә болсаңыздар болады, жақындап келіп, сан жағы түсті, сәйкесінше сіздер жақтау фракциясы. Біз ортаға фракция лидерлерін қалып, екінші спикерлердің дайындалуға рұқсат береміз. Сонымен құрметті көрермен, біздің алғашқы бөлім бастау деп аталады. Мұнда фракция лидерлері өздерінің бағдарламаларымен таныстырады, механизмдерін ұсынады. Сәйкесінше бірінші болып бастайтын жақтау фракциясының лидерінде 5 минут уақыт іске сәт. Ассаламуалейкум. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің соңғы жолдауында қазіргі құқық қорғау органдарындағы атаулы өзгерістер жасау керектігін айтып өткен болатын. Қазақ елінің мақтанышы болған Денис Теннің өлімі де полиция қызметкерлеріне деген халықтың тарапынан сенімсіздігін көбейтті. Ендеше қарарға көшейік. Полиция қызметкерлерінің мәртебесін жоғарылату механизмін ұсынады. Жалпы полиция дегеніміз кімдер? Олар қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыспен күресу, мемлекеттің пәрменін орындату, жалпы халық пен мемлекеттің, халық пен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты міндеттер жүктелген лауазымдар мен әскериленген жасақтардың жиынтығы болып табылады. Ал мәртебе дегеніміз не? Бұл заңмен белгіленген құқықтар мен міндеттердің жиынтығы, яғни статус. Енді осы кезекте назар аудару керек. Мәртебенің екі түрі болады. Біріншісі лауазымдық мәртебе, екіншісі
престиждік мәртебе, яғни құрметтік мәртебе деген. Бірінші лауазымдық мәртебе дегеніміз ол белгілі бір құқық қорғау органдарына берілетін лейтенант, аға лейтенант немесе сержант сияқты өзінің лауазымына байланысты берілетін мәртебелер. Екінші престиждік мәртебе. Бұл қоғамның тарапынан ол адамның, яғни полиция қызметкерінің құрметтелуі деген болатын. Енді біз статистикаға келедік. Статистика бойынша Демоскоп деген ұйым бар. Осы ұйымның зерттеуі бойынша Қазақстанда зерттеу жүргізу барысында полиция қызметкерлеріне халықтың сенімділік деңгейін тексерген болатын. Осы тексеріс барысында 28% адам сенеді, 55% адам сенеді, бірақ олардың қателесетіндіктеріне және заңды бұзатындықтарын жоққа шығармайды. 7% адам ойлайды, құқық қорғау органдары, полиция қызметкерлері коррупцияланған деп. Және 10% адам мүлде сенбейді осы сауалнама жүргізу барысында. Енді жалпы орталық Азия демократиялық даму қоры жүргізген статистика бойынша қазақстандықтардың 63,13% полиция қызметкерлеріне сенбейді екен. Енді бізде мынадай нәрсе, жалпы полиция өзінің құрамы бойынша бөлінеді. Бірінші криминалдық полиция, әкімшілік полиция, тергеу полициясы, азаматтық және әлеуметтік қаруларды бақылау полициясы деп. Енді біздің ұсынғалы отырған идея мынандай, яғни халық қай тараптан сенімсіз болып отыр. Біз жаңағы айтып кеткен әкімшілік полицияның ішіне жол патрульдік полициясы, учаскелік полиция және миграциялық полициялар кіреді. Енді біздің халықпен көп байланыста болатын полиция тарапы, яғни осылардың деңгейін, яғни осылардың статусын, мәртебесін жоғарылату арқылы біз жалпы полиция қызметкерлерінің мәртебесін жоғарылата аламыз. Бүгінгі біздегі болып отырған проблема мынада. Полиция қызметкерлеріне қоғам тарапынан сенімділік индексінің төмендігі. Оған себеп болып отырған жағдайлар не ол? Біріншісі компетенттік құзыреттіліктің төмендігі. Оған не жатады? Оған білімі, сауаттылығы, коммуникациялық дағдылары, икемділігі деген сияқты нәрселер. Екінші, еңбек жағдайы. Бұған 3 подпунктті кіргізуге болады. Біріншісі, нормаланбаған жұмыс күні. Екіншісі, жалақы мөлшерінің аздығы. Үшінші, әлеуметтік пакеттердің жоқ болуы. Және үшінші шоу себебі бұл негативті образ. Бұған келетіндеріміз жаңағыдай әлеуметтік желілердегі, Инстаграм желісіндегі көптеген вайндар немесе сатиралық фильмдердің көптеп болуы. Яғни негативті көзқарас қалыптастыратын. Біз бұны қалай шешуге болады? Бірінші, компетентті құзыреттілікті қалай арттыруға болады? Біз 2019-2025 жылдар аралығындағы аттестацияны жыл сайын өткізетін қыламыз. Және біз аттестацияға мынандай бір өзгеріс енгіземіз. Яғни аттестация негізі 6 этап бойынша жүру керек. Аттестацияға дайындық, және оның физический дайындығы, оның жаңағыдай тест тапсыру, логикалық ойлану, және аттестация қорытындысы деген секілді. Және біз осы аттестацияға IQ тестті енгіземіз. Өйткені қылмыскерлердің көбісі бұл интеллектуалды дамыған адамдар болып табылатындықтан полиция қызметкерлеріне IQ тестті тапсыру керек. Және біз 4 аймақта 6 айлық полиция академиясын ашуды көздеп отырмыз. Яғни 2019 пен 2025 жылдар аралығында аттестациядан өтпей қалған адамдарды біз оларды жұмыстан қумаймыз, өйткені жұмыстық деңгейін көтеріп жіберу мүмкін. Біз оларды 6 айлық академияға оқуға жібереміз. Бұл жерде шетелден келіп инструкторлар оқытатын болады. Яғни ол халықпен тікелей байланыс жасау барысында оған коммуникациялық дағдыларын және тағы да сондай сияқты. Келесі екінші, нормаланбаған жұмыс күнін қалай реттеуге болады? Біз 2-1 атты жүйеге көшеміз. Яғни 1 күн істеп, 2 күн демалатын жағдайға. Яғни бұл шаршауды полиция қызметкері тарапынан азайтады. Екінші, жалақыны 2 есе көбейту. Яғни қазіргі орташа жалақы 80-100 мың теңге көлемінде болатын болса, оны 160 дейсінше 200 мың теңге көлемінде. Және үшіншісінде жаңағыдай полиция қызметкерлеріне әлеуметтік пакеттерді көптеп тарту. Әрине қазіргі таңда үйлер басқалар беріліп жатыр, бірақ сонда да олардың балаларын жаңағыдай балабақшаларға орналастыру, тегін кезексіз орналастыру деген. Және үшінші, бұл киноларды түсіру, яғни фильмдерді түсіру. Жаңағыдай ішкі істер министрлігімен біріккен жағдайдағы позитивті, яғни белгілі бір жақсы полиция қызметкерлерінің образын беретін позитивті киноларды түсіру арқылы біз осы проблеманы шеше аламыз. Яғни халықтың қоғам тарапынан полиция қызметкерлеріне деген сенімділік деңгейін арттыра аламыз. Рахмет. Спикерге рахмет. Меніңше практикалық тұрғыдан полицияның өз тарапынан да және сырттай бір пиарлық тұрғыдан да, яғни медиа саласынан дамыту жағы қарастырылды. Оған Даттау фракциясының бірінші спикері қалай жауап береді екен? Оның уақыты 6 минут. Аманның артығы болмаған қазақ халқында, ассалаумағалейкум, алтыннан ардақты, күмістен салмақты, пікірсайыс сүйер құрметті қауым. Бүгінгі сөзімді бастамастан бұрын мен яғни үкіметтің, яғни жақтау фракциясының басты жіберген қателіктерінен бірден бастағым келіп отыр. Біріншісі, мен бәрімен келсем, басындағы статистикамен, яғни престиж төмен халық арасында, яғни лауазымдық жағынан барлығы мемлекетпен қамтамасыз етілген. Енді тағы да жіберген мәселелеріне келейік. Біріншісі, айтады, компетенциясын өсіреміз дейді, және оларға білім береміз дейді. Бірақ қалай?
қайтадан сұрақ қалып отыр, аттестация анау мынау. Бірақ мен одан бастағым келіп отқан жоқ. Аттестация барлығы керек, мен мойындаймын, бірақ кадр мәселесінде сіздер білесіздер, яғни жоғарғы білімі жоқ адам да яғни қазіргі полиция қызметкері бола алады. Мен бұны толықтай келіспеймін. Және осы мәселені бұл кісі түрту керек еді басында. Және бұл түртілмегеннен кейін оны сен қанша аттестация жасасаң да, ол бәрібір де өзінің қатарластарын қуып жету үшін, шынайы халыққа қызмет көрсете алатын полиция қызметкері болу үшін тым ұзақ уақыт кетеді және тым көп шығын кетеді. Сол үшін жоғарғы білімі бар, академия, МВД-ны немесе өзге де үлкен жоғарғы білім орындарын бітірген адамдар ғана полиция қызметкеріне кіру керек деп ойлаймын. Екіншісі еңбек жағдайына байланысты. Сіздер білесіздер, еңбек жағдайын сіз қаншалықты жасасаңыз да, яғни адамды сіз толықтай өзгерте алмайсыз. Айлығын көтеру мәселесі онсыз да қазір қаралып жатыр, құрметті достар. Біз білеміз, Назарбаевтың жолдауы бойынша 21,6 миллиард теңге олардың айлықтарын көтеруге және кадрлардағы адамдардың санын қысқарта отыра, олар жақсарту сияқты мәселесі қарастырып кеткен. Және бұл айтып отқан нәрсе жаңалық емес, құрметті достар. Екіншісі мынандай мәселе. IQ тест тапсырамыз дейді, құрметті достар. Кешірім сұрайын, IQ тест тапсырған жағдайда менде мынандай сұрақ шығады. Олардың IQ тесті төмен болса, сіздер не істейсіздер? IQ тест тапсырдыңыздар, шешімдері шықты, IQ тест төмен. Ары қарай не мәселе? Оның IQ тестін көтеретін арнайы баптар бола ма, арнайы семинарлар бола ма, немесе IQ тесттің бір ерекше мәселелері бола ма? Мен қылмыскер IQ тесті жоғары екен деп, яғни ол жерге IQ тест арқылы алу меніңше орынсыз сияқты. Екіншісі мынандай мәселе. Бір күн істейді, 2 күн демалып келсем, ондай нәрсе керек шынымен де, ол жұмысы уақыты. Тегін фитнестерге бару, яғни соцпакеттің жақсы болуы мен тоғада келсем, киноға енді мүлде келіспеймін. Сіздер білесіздер, Россияда өте көп деген сериалдар бар, мажор деген сериалдар бар, біз өте қатты жақсы көретін, менты, анау, полиция, бірәсі деген өте көп сериалдар бар да, бірақ Россияда полицияның қызметкерлерінің мәртебесі біздікімен бірдей, төмен. Мәселе осы жерде, яғни ол сіз киноны қаншақты түсіріңіз, ол оның нақты мәселесін көтермейді. Бұл жерде халық адам айту керек оны. Халықтың арасында сөзі өтетін және мәртебесі жоғары адам полиция қызметі расында да жақсы десе, бітті, халықтың бәрі оған сенеді. Яғни оған немесе ол өте жаман деп айтса, ол бірден статусы түседі. Енді мен өз кейсіме келейін, және өз кейсімде мен мынандай нәрселерді қатты түрткен болатын. Мен сенімсіздік төмен деп ойлаймын, және сенімсіздіктің төмен болуы мен ең бастысы кешірім сұрайын. Ең бастысы ол халық арасындағы, яғни Инстаграмға тым көп желілердің СМИ-ға көп нәрсенің шығуынан, ол яғни ДНС-нің, жол полицияның ютубта сынауы, немесе Қызылордаға уақиға қарапайым тұрғыда, яғни полиция қызметкерлі өзінің әйелінің әпкесін өлтіріп тастау мәселесі. Яғни бір информация, яғни бір құмарлық қарымайды шіртет деген сияқты бүкіл полиция қызметкеріне үлкен дақ салып отыр. Оның ішінде білімсіз адамдар жоқ деген сөз емес, олардың барлығы білімді. Сіздер қателесесіздер. Қайта халықтың өзінің құқықтық санасы төмен болғандығының әсерінен жаңағындай майда информацияларға қатты еліктеп кетіп жатыр. Осыны біз қатты реттеу керекпіз. Және бұған эффект Вертера деген жақсы психологияда термин бар. Яғни бір информация шықса, адамдардың бәрі соған еруге келіп тұрады. Яғни суицид туралы информация салынды ма, бітті, адамдар суицидке жақын бола бастайды. Енді мен бұған мынандай нәрсе айтқым келіп отыр. Бұл жерде проблема тек қана сенімсіздікте емес, яғни проблема полиция қызметкерлерімен халықтың арасында түсіністіктің болмауы. Яғни оларды байланыстыратын точка жоқ. И мен ол точканы мен қарапайым тұрғыда электронды сандық жүйеге айналдыру керек деп ойлаймын. Сонымен біз, яғни халыққа қызмет көрсету орталығын біз қалай шештік? YouGov'ты аштық, Кезінде адресный справканың алудың өзі, мекен-жай справканың алудың өзі өте қиын мәселе болатын. Адамдар кезекке тұрады, бастары ауырады, сол жақта қызметкерлерге айғайлайды, қызметкерлер адамдарға айғайлайды, сосын бір-бірін жамандайды, бір-біріне тағы да әртүрлі жаман нәрсе шығады. Бірақ бір YouGov'тың арқасында осындай майда тірліктердің барын көп рахмет. Яғни былайша кезде айырып сол қызметкерлердің шынымен де маңызды мәселелерге көшуіне себепші болды. Екіншісі сот жүйесіне сіздер білесіздер, яғни Суд.gov деген сайт бар. Және сол арқылы біз қазір арыздарды жай ғана беріп сот залына бармай-ақ та шешім ала алатындай дәрежеге жеттік. Және сол мәселені де полиция қызметкерлерінің ішіне салу керек деп ойлаймын. Оның ішінде біз, яғни отзыв сала алу керекпіз. Яғни әрбір қызметкер мені тоқтатқан жағдайда кім тоқтатты, қалай тоқтатты, шевронда арнайы нөмірін тіркей отыра, яғни оның қызметі маған ұнады ма, ұнамады ма деген сияқты мәселені қарастыра алсақ. Және одан тағы да бөлек, оның ішінде
сіздер өздеріңіздің арыздарыңызды берсеңіздер, сіздер білесіздер, яғни қолма-қол арыз берген кезде ол арыз қарастырылды ма, ол арыз қарастырылмады ма, оның жүру процесі қалай отыр, сіздердің бақылауларыңызда болмайды. Ал егер соны электронды түрде жүргізсеңіз, арыз қазір қандай дәрежеге жетті, ол қалай қарастырылып жатыр, және ол арызыңыз бойынша істер қалай жүргізіліп жатыр, сіз оны бақылай аласыз. Міне осындай мәселе. Үшіншісі мынандай мәселе. Ол қарапайым тұрғыда консультация деген мәселе болу керек. Көп рахмет, соңғы секундтың. Консультация деген мәселе бар. Бізде білесіздер, яғни ЕГОВқа немесе тағы мәселеге звондаған кезде сіздің белгілі бір сұрақтарыңыз болса, оған толықтай консультация жасай алады. Ал бізде линиялар әрқашан толықтай болып былайша айтқан кезде байланыс желілері әрқашан бос болып жатпайды. Және соның кесірінен, яғни халық қажетті консультация алмай жатады. Және осы мәселеде бізді тоқтатқан жағдайда не істеу керекпіз, бізді ұрып кеткен жағдайда не істеу керек, бізді теуіп кеткен жағдайда не істеу керек деген сияқты мәселелердің барлығын біз консультант арқылы 100% жеңіп, және соны сайт арқылы шешу керек деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сонымен қымбатты көрермен, бастау деп аталатын алғашқы бөлім осымен тәмам. Біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Ол үшін сахнаға фракцияның екінші спикерлерін шақырамын. Сұрақ-жауап бөлімінде әр команда бір-біріне 3 сауалдан қоюға, сәйкесінше жауабын алуға құқылы. Сонымен бірінші болып бастайтын Жақтау фракциясы. Ассалаумағалейкум. Қарсылас топқа мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Біріншісі, президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың соңғы шыққан жолдауында 3-ші бөлімде атап көрсетілді электронды, цифрлы, осындай электронды үкімет құру туралы. Ол идеяны сіздер келіп мұнда ұсынуыңыз қаншалықты жаңашылық береді? Көп рахмет. Менің идеям жаңа емес, бірақ менің ұсынып жатқан нәрселерім жаңа. Жоқ, ол нәрселердің барлығы қарастырылып қойды үкімет тарапында. Сіздер соны келіп бізге қайтып көрсетіп жатсыздар да? Былай сияқты ғой. Сайттың разработчигі бар, сайттың идеясы ұсынатын адам бар, және сайттың контентін ұсынатын адам бар. Мен контентін ұсынып жатырмын. Және контентіне мен мынандай мәселелерді енгізіп отырмын. Рахмет, керегі жоқ. Келесі менде мынандай сұрақ. Жалпы сіз өзіңіздің сөзіңізде айтасыз, Қазақстанның халқы сауатсыздық деңгейі жоғары деп. Жоқ, сауатсыздық деңгейі жоғары емес, құқықтық сауаттылығы төмен дедім. Құқықтық сауаттылығы төмен. Бір сұрақ. Инстаграмға, әлеуметтік желілерге информациялардың көп шығарылуы, біздің конституцияда әрбір азаматтың құқығы бар, өзінің ойын білдіру құқығы. Осы тараптарда цензура салу қаншалықты конституцияға тура келеді? Сіздің айтып отқан дүниелеріңіз. Цензура салу Инстаграмға? Иә, цензура салу айтып отырсыз ғой, сіз Инстаграмға информацияларды көп шығармау керек, қадағалау керек. Осыларды қадағалап, цензура жасап тастасаңыз, өзінің ойын жеткізу құқығы, азаматтар сол құқықты бұзасыз ғой. Кешірсең, бізде ондай позиция болған жоқ. Қарсы емеспіз, иә? Шығара берсін. Үш сұрақ қой. Иә, мен бір сұрақ қоямын онда болса. Бірінші сұрағым, өрт сөндірушілердің жұмысы полиция қызметкерлерінің жұмысына қарағанда әлдеқайда қиын, бірақ олар неге мәртебесі жоғары? Айлықтары да төмен, жағдайлары да нашар. Өрт сөндіру қызметкерлерінің бірақ олардың мәртебесі қоғамда жоғары, неге? мәртебесі қоғамда жоғары, өйткені олардан жасайтын жұмыстары адамдармен андай вербалды қатынасқа көп түспейтіндіктен, проблема сондықтан көп пайда болмайтындығынан. Жақсы, Барат өртін сөндіреді, іс аяқталды. Мен сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. IQ интеллект деген бар, және эмоционалды интеллект деген бар. Сіздердің ұсынып отқан нәрселеріңізге IQ интеллекттің тікелей әсер ететініне сенімдісіздер? IQ тест арқылы біз белгілі бір шкала қоямыз. Мысалы 110-нан 110 болу керек. Коммуникацияға тікелей әсер етуші интеллект қай интеллект? Коммуникацияға тікелей әсер етуші интеллект IQ интеллект болуы мүмкін. Жоқ. Милицияның жағдайы жақсы болған сайын халықтың оларға көңіл толу ықтималдығын бір-бірімен байланысты екен. Полицияның именно жағдайы жақсы болғандығы халықтың көңілі толуына тікелей әсер етеді дегенге қандай факторларға келе аласыздар? Өйткені біз білеміз, 2012 жылдан бастап бүкіл реформа милицияның ішіндегі жағдайларын жақсартуға арналғандығына бағытталған. Және де полицияның кез келген әрекеті видеоларға, бейнелерге түсіріледі. Және де олардың ақпаратты қамтулары өте жоғары. Бірақ олардың халық арасында әлі неге беделі көтерілген жоқ екендігін білетіндігімізде. Сұрақ. Қалай сіздерді тікелей әсер етеді? Тікелей әсер етеді, өйткені мысал келтірсек, дәрігерлердің, біз дәрігер болғандықтан дәрігерлер тарапынан айтайын да, олардың жалақыларын қаншалықты көтеру, оларға соцпакет қаншалықты дұрыс
беретін болсаң, мұқтаждықтан қамтамасыз ететін болсаң, оның жұмыс сферасындағы басқа бір ойлар болмайтын онда. Мысалы, полиция қызметкерлері түнгі сағат 2-де ұйықтап жатқан кезінде шақырып алулары, соцпакеттердің дұрыс болмауы, садиктерге балаларының барған кезде кезексіз берілмеуі, осындай жағдайлардың қамтамасыз етілмеуі, сұрақ қойсам, олардың жұмыс жасау кезіндегі басқа да проблемаларға алаңдап кетуіне андай жағдай туындайтын. қосымша бір сұрақ қойсам болады ма? Сіздерде сұрақ қой бұл. рұқсат болса бір сұрақ қойсам болады ма? Иә, айта беріңіз. Мен сіздерге сұрақ қойғым келетін, тағы да дәрігерлердің айлық зарплатасы СКП-мен есептелетін және олардың системаларының барлығы документ арқылы регистрацияға жүріп, адамдардың барлығында мобильді приложение мен сайт арқылы жүріп жатқандығын ескере аласыздар ма? Және дәрігерлердің жұмысын жүйеге алып келген осы КМИС системасы мен документ екенімен келісесіз бе? Және біздің ұсынып отырған цифровой сандық электрондық жүйе дегеніміз осы екен айтқымыз келеді. Ондай нәрсеге Қазақстанның бүкіл деңгейінде келген жоқ, ол дүниелер тек қана дамыған қалаларда келуі мүмкін, но бірақ барлығында бірдей жүйеде қарастырылмаған. Сонымен құрметті көрермен, бастау деп аталатын және сұрақ жауап деп аталатын қос бөлімнен кейін қолдау мен қорғау атты тағы бір бөлім бар. Мұнда фракциялардың екінші спикерлері алдыңғы спикерлердің ойларын жалғасады, мүмкін жаңадан ой қосады. Олардың әрқайсында 5 минуттан уақыт бар. Бірінші болып бастайтын Жақтау фракциясының екінші спикері. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі таңда бізге көрсетілген Даттау фракциясынан көрсетілген механизм бойынша мындай қарсылықтар келтірсем. Біріншісі, сөзінде бірінші қателік кездесетін дүние сенімсіздік төмен дейді. Сенімділік төмен деген сөзбен шатастырып алатынында. Халықта сенімсіздік төмен деген бұл деген білдіреді, тікелей мағынасында халықтың сенімі жоғары деген нәрсені білдіретінде сол тараптан бірінші қателесетін. Екінші, Инстаграмға көп мәліметтер шығады, майда мәліметтердің арқасында полиция қызметкерлерінің абыройының түсіп жатқан, беделінің түсіп жатқан тұстарын көрсетті. Бірақ та мен сұрақ қоям, бағана сұрақтан белгілі бір тарапта таятындығында неліктен? Өйткені біздің конституцияда әрбір адамның өзінің ойын ашық білдіруге құқысы бар екендігінде. Ол мүмкін әлеуметтік желі болсын, ол деген белгілі бір орталар болсын, ол конференция болсын, басқа болсын, конституцияда сенің сонда құқығың бар, ол құқықты шектеу белгілі бір тарапта демократияның принциптеріне жат келетіндігінде. Осы нәрсе. Одан соң электронды қызмет, егов портал сияқты үлкен мынандай бір жаңашылық дүниелер көрсеткісі келеді, бірақ та президентіміздің айтылған соңғы жолдауында айтқан дүниесін көрсем, сіздердің айтып отырған жұмыстарыңыздың барлығы бұл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қалай болатындығын, және де оның қалай жасалатындығын, және де қандай системаларда сол дүниелердің бар екендігін атап көрсеткен болатын. Яғни біз айтып отырған дүниелеріміз даттаушы фракциялар сол нәрсені алып келіп бізге ұсынатынында белгілі бір тарапта қоғамдағы бұл жаңашылдық бермейтін дүние екендігіне, яғни бұл дүниелер уже қарастырылып қойған. Бұл тараптан более андай жақсы информациялар керек еді бізге. Отзывтар, арыздар, консультациялар, бұлардың барлығы, құрметті достар, сот жүйесіндегі дүниелер, бұлардың барлығы қазіргі таңда инструкторлар, методистермен қолға алынып жатқан дүниелердің бірі. Онысы мынандай нәрсе, бізге келетін болсақ, біздің аргументімізде мынандай нәрсе айтамыз. Бірінші, полициялар жүйесінде аттестация жасаймыз. Және де ол жерде мынандай нәрселер айтады, қателіктер кетті дейді. Халық сенбейді, олардың мәртебесін жоғарылату, олардың соцпакеттерді беру, әлеуметтік жағынан қаншалықты қамтамасыз ету, олардың қызметтік жүйесіндегі жақсы эффектілерге алып келеді, халықтың сеніміне қаншалықты ие болады деген дүниені айтады. Осы дүниеден айтып кететін болсақ, мынандай бір дүние халық сенбейді дейді. Егер де белгілі бір тарапта полиция қызметкерлері өзінің жұмысының барысында түнгі 2-де кету болсын, немесе соцпакеттер дұрыс қарастырылмау болсын, бұл тарапта отбасыдағы белгілі бір тараптағы проблемалар тудыратындығында, және лейтенанттар мысалы келетін болғанда, олар белгілі бір тарапта офицерлер садикке балаларын берген кезде осындай жүйелер қарастырылады. Андай интернеттен оқыған кезде көрдік, бізде қазіргі таңда балаларын садикке берген кезде кезексіз беру жүйесі қарастырылмаған, яғни бұндай жеңілдіктер оларға берілмегендіктен, әйелі күнде отырып басынан нұқитын болғандықтан, осындай дүниелер болғандықтан, ол жерлерде жұмыс процесіне белгілі бір тарапта кері әсерін беретіндігін қарастыруымыз керек. Одан соң мынандай нәрсе айтады,
полиция қызметкерлерін қайтадан тәрбиелеу бұл көп уақыт алады, сондықтан жоғары оқу орнындағы білімі бар адамдарды қарастыру керек дейді. Мысалы шетелдің практикасына қарайтын болсақ, Нью-Йорктың полиция академиясы деген бар. Сол жерде 6 айдың деңгейінде өте мықты компетентті полиция қызметкерлері тәрбиеленіп шығатындығын біз білетінбіз. Яғни осындай полициялардың тәрбиеленіп шығуы, егер сен полицияның қызметкерлері аттестацияны өтпей қалатын болса, оларды қайтып тәрбиелеу арқылы белгілі бір тарапта қоғамда халықпен тікелей байланысқа түсетін солар болғандықтан белгілі бір тарапта андай инструкторларды Грузиядан болсын, сондай жақсы полиция жүйесі жақсы дамыған мемлекеттерден инструкторлар алып келу арқылы бұл жерде сол дүниелерді жақсартуымызға болады. Екіншісі 2-1 жүйесі қолдаймын деді. Жалақыны көбейту керек. Неліктен жалақының болу пайызы коррупцияны төмендететін негізгі факторлардың бірі болып саналатынынан неліктен өйткені Данияда сондай Европаның солтүстік Европа мемлекеттерінде халықтың полиция қызметкерлеріне деген сенім көрсеткіші жоғары, өйткені полиция қызметкерлерінің жалақысы бізбен салыстырғанда бірнеше есе жоғары екендігінде. Яғни сол тарапта алып келетін болсақ, біздің полиция қызметкерлеріне мұқтаждықтарын өте алатын болсақ, олар қызметте более эффективно жұмыс жасайды деген логика қарастырылады. Одан соң мына нәрсе қарастырылады да, киноны түсіргенмен ешқандай болмайды дейді да, эффективность жоқ деген сияқты дүние айтады. Бірақ та құрметті төрешілер, мынандай нәрсе айтайық, СССР-дің кеңес үкіметінің кезінде адамдар неге полицияға сенді? Өйткені ол жерде эффективный жақсы образ құра білді. Мысалы, қазір кездегі бойынша, сұрастыру бойынша халықтың 90% сенетін бөлігі қарт адамдар полиция қызметкерлеріне более жақсы сенеді. Неліктен? Өйткені ол жердегі КСРО-ның кезіндегі тәрбиенің сондай болғандығында, және де ол жердегі СМИ-дің сол кезде жақсы жұмыс жасауының арқасында осындай дүниелер қалыптастырғанында. Одан соң негативті образдар біз айтамыз. Қазіргі таңда Қарымбаев деген 7-ші телеарнада Қарымбаев деген милиция қызметкерлері пара беру, сол дүниелерді барлығын көрсетті. Яғни сол арқылы жасөспірім адамдардың осы 7-ші каналды көру арқылы полиция қызметкерлеріне деген белгілі бір тарапта негативті образды барлығын құратынында. Яғни біз осыларға қарсы дүние ретінде Қазақфильм кино түсіретін компаниялармен жақсы фильмдер түсіру арқылы халыққа полиция қызметкерлерінің жұмысындағы қандай қателік ерліктер болатындығын, олар не істей алатындығын, сол құқықтарды көрсетуімізге мүмкіндік туады. Бөлімді жалғастыратын Даттау фракциясының екінші спикері. Арпа ішінде бір бидай, оның уақыты да 5 минут. Сәлеметсіздер ме? Мен бірінші нәрседен бастағым келеді. Именно әлеуметтік жағдайды жақсартуға тек қана полиция қызметкерлері емес, мұғалімдер де, дәрігерлердің де лайықты екендігін ескерулеріңізді сұрайтындығында. Өйткені олардың да көрсетіп жатқан еңбектері барлық теңдей дәрежеде өтуі керек. Бірақ кімнің халықтың кімге көңілі көбірек толып жатыр деген сұрақтарға жауап беру барысында полицияға көңілі сіздің системаңызды енгізетін болсақ, неге толатындығын әлі жауапты алмағандығымызды ескергіміз келеді. Екінші жағдайға келетін болсақ, әзілдің барлығы шындыққа негізделеді. Яғни халықтың көңілі толмайды, яғни өзіне кездескен нәрселерді алады. Бірақ халықтың неге көңілі толмайды? Неге олар полиция қызметкерлерінің барлығы қызметін асыра қолданады деп ойлайды? Өйткені оларда құқықтық сауаттықтың жоқ екендігінде, олардың кез келген әрекеті өзі білмеген нәрсе болғандықтан оларға қысым ретінде көрсететіндігінде. Егер мен сізден барып білмейтін нәрсеңізді сұрайтын болсам, сіз қысым ретінде және мен сіздің білмейтін сауатсыздығыңызды көрсету үшін жасап жатқан әрекет ретінде қабылдайтындықтарыңызды. Міне осы мәселені ескеру кезеңде біз халықтың жағдайымен де ескеру керекпіз. Екінші мәселе келетін болса, бұл кісілердің басты мақсаты полицияның жағдайын жақсарту. Мен де қарсымын олардың түнде жұмысқа шыққанына. Бірақ оны қалай жақсартамыз? Егер біз олардың жұмыстарын жүйеге салатын болсақ, жақсартатындығымызда. Неге бізге үкімет тарапынан полицияларға жасалатын жағдайдың барлығы бар, бірақ халықтың көңілі әлі толмайды? Өйткені бізде қазір бір система енген жоқ. Халықпен санасу системасы енбегендіктерінде біз осыны ескеру керекпіз. Халықтың именно қандай нелермен арыз шағу беру барысында қандай қиындықтармен ұшырайтындығында, халықтың ойы қандай арыз шағымдарды беруге байланысты осындай отзывтардың ешқандай жерде алынбаған ескеру керек екендігімізде. Келесі мынаған келетін болса, сенімсіздік. Сіздер білесіздер ме, UCG-дің жүргізген сауалнамасында 60% халық негізі полицияға сенеді. Бірақ именно жұмысы түсіп барған кезде оларға сенімсіздік жойылады. Өйткені олардың заявлениесі қайда барып жатқандығын білмейтіндігінде. Бұл кісілер дәрігер екен. Дәрігердің сіздер білесіздер ме, несі
беделі қай кезде өсті, кімис системасын енгізгенде өсті. Өйткені менде даму мед приложениесі арқылы менің дәрігерім кім және ол қайда жүр, маған қандай анализ тапсыру керек, менің жалпы жүргізілген барлық системам осы системаға енгізілген болатын. Және де электрондық жүйе дегеннің барлығы осында. Және де оның қосымша нелер бар, сайттар болатындығында. Біз сіздерге ұсынып отырған нәрсе осы да. Қараңыз, коррупция деген нәрсені ұсынғысы келеді. Құрметті достар, бір полиция қызметкерімен бір жүргізуші кездеседі. Олардың арасында ешқандай тіркеу жүрмейтіндігінде біздің ұсынып отырған системалық жүйеде екеуінің арасында тіркеу автоматты түрде болу керек. Сол кезеңдерде халық ретінде менің полиция қызметкері маған қойған именно шағымдары болса, мен бұздым ба, құқықты бұздым деген мойындаулар болу керек екендігінде. Ол тек бір тарапта ғана жүреді. Неге полиция қызметкерлерінде толық ақпарат бар екендігін мойындау керектігіміз. Оларда камералар да бар, оларда диктофондар да бар, олар толық бақылауда ұсталынған. Бірақ халық осындай ақпараттардың бар екендігін білмейтіндігімізде. Міне мәселе осында. Біз бұл кісілердің ұсынған жүйесі бойынша біз баяғы жартас сол жартаспен келе жатқанымызды білдіретіндігінде. Қараңыздар, бұрынғы система бойынша полицияның қызметкерінің санын азайту бар. Батыс Қазақстанның өзінде 300-ден астам қызметкер босатылған. Қазірдің өзінде 10% полиция қызметкерлерін босату деген жоспарда бар екендігінде. Ол нәрсе бар, бірақ әлі жүйесі жоқ. Неге? Өйткені біз әлі полиция қызметкерлерімен жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ халықтың саяси сауатты құқығын артуға байланысты ешқандай жұмыстарын жүргізіп жатқан жоқ. Халық әлі де өзінің именно сөзінің жетіп жатқандығын, оның арыз шағымның түпкіне баратындығына байланысты сенімділігінің әлі жоқ екендігінде. Сәйкесінше осы тараптан біз халықтың тарапымен ойнау керек екендігімізде. Келесі мынаған келетін болса, әлеуметтік желіге байланысты біз ешқандай шектеуді қоя алмаймыз. Неге халық әлеуметтік желіге барады деген сұрақты білесіздер ме? Олардың бару себептері, олар басқа қайда бару керек екенін білмейтіндіктерінде, өйткені олардың сенімдеріне байланысты арыз шағымы қайда екенін білмейтіндіктерінде. Осы мәселені ескеру керекпіз. Екінші мына нәрселерді айтқымыз келеді. Әлеуметтік желінің тағы да бір бунт күтіп тұр. Неге? Өйткені Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге 2019 жылдан бастап қаңтар айынан бізге нені рұқсат берді? Әлеуметтік желіге именно видеоға түсіріп және оны пайдалануға рұқсат берілгендігінде. Сәйкесінше бізді тағы да әлеуметтік бунт күтіп тұр. Біз осыған дайын болу керекпіз. Егер халық именно қайда барып арыз шағым беру керек екендігін және оның жеңіл формада жүзеге асатынын білетін болса, онда не істей алатындығында, онымен жұмыс жасай алатындығын ескеру керек екендігімізде. Біз барлығымыз қазір цифровизацияға үйренгенбіз. Неге барлығы Каспийді қолдайды деген сияқты нәрседе. Олардың барлығы жеңілдетілген. Неге милицияның қызметінің жұмысын, полицияның қызметінің жұмысын біз жеңілдете алмаймыз? Неге халыққа біз айқындық бере алмаймыз? Неге менің жеке кабинетім жоқ? Неге менің жеке историям өзімнің қолымда жоқ? Мен сіздерге мойындаймын, мен Сайна көшесінен өтпекші болып, мені полиция ұстап алған. Бірақ маған штраф салды, мен білмеймін қайда екенін ол штрафтың. Ешкім мені қадағалап жатқан жоқ, ешкім маған еш нәрсе деген жоқ. Мен қайда төлеу керек екенін айтты, любой Казпочтаға бара бер деді. Неге менің кабинетім жоқ деген сұрақ осы кезде пайда болады. Мүмкін ол кісілерді маған көрсеткен қысымы не қойыңыз, подпись қойыңыз деп айтты. Не үшін деген қайда қоямын дедім, сіз сауатсызсыз ба, мына жерде қою керек қой деген сияқты нәрсе. Мен осы кезде неге отзыв бере алмаймын, маған қалай қызмет көрсеткендігіне байланысты. Мен келісемін заңды бұзғаныма, бірақ ары қарайғы отзывтардың неге жоқ екендігімен әлі келіспейтіндігімде. Сәйкесінше баяғы жартас, бір жартас болмай жаңалықты енгізу керек екендігімізде. Қазір цифровизация барлық проблемды шешіп жатқандығын біз ескеру керекпіз. Сондықтан да полицияның жағдайы нашар деп және оларды компетентность төмен деп айтудың қажеті жоқ. Өйткені олардың компетентность жоғары бар екендерінде білеміз. Олардың тек 1-2 конфликтлік жағдайға ұшырау барысында, стрессоустойчивость төмен болу барысында осы нәрселер болып жатыр. Және бұл кісілер өте қатты шатасады. Негізі адаммен қарым-қатынас барысында IQ интеллектіге қарағанда эмоционалды интеллекттің жоғары екендігі және коммуникабельдік дағдыларының жоғары болу керек екендігінде, адамды элементарно сыйлаудан бастау керек екендігімізде. Міне, екінші бір жерде мәселе қозғалады. Неге біз шетелдік азаматтарды шақыру керекпіз? Неге біздің өзіміздің офицер қызметтердегі отставка немесе басқадағы үлкен қызметтер оқу процесін жүргізе алмайды? Неге біз именно өзіміздің қорғаныс мәселесіне келген кезде, халықты қорғау мәселесіне келгенде шетелдік сарапшылардың араласуы қаншалықты маңызды және олар құпия сақтау барысында бұл тікелей біздің жұмысқа әсер етпейді ма деген нәрсені білдіретіндігінде. Егер біздің полиция қызметкерлерін шетелдіктер оқытатын болса, неге мен полиция қызметкерлерін сыйлау керекпін? Мен шетелдік оқытып кеткен адамдарға деген алғысым көбірек болмайды ма? Сонымен сайысымыздың ақырғы бөлімі түйін деп аталады. Төрешілердің назарына айтатыным, бұл жолы бірінші болып Даттау фракциясы сөзді бастайды.
сәйкесінше Таттау фракциясының бірінші спикерінде 4 минут уақыт. Мынандай мәселені тоқтайықшы. Бұл кісілердің басты қарсылығы маған, яғни сіздердің айтқан нәрсеңіз президент айтып кеткен дейді да. Режимдемеңіздер, біз Қазақстанда өмір сүреміз, Қазақстанда президент айтады, біз бәріміз істейміз. Біз бәріміз оны жүзеге асырамыз. Біз контентті ұсынып жатырмыз, және ол қалай жүзеге асу керек екенін ұсынып жатырмыз. Және сіздердің де ұсынған нәрсеңіз жалпы президенттің айтқан мәселесі. Екіншісі, елбасы аман болсын. Екіншісі, соцпакет төмен тағысын тағысы дейді. Мен ренжімеңіздер, әр адамның жұмысы қиын. Медицина саласында жұмыс қиын. Оларда түнде шығады, оларда дежурство болады. Яғни заң саласында жүрген адамдардың олардың да жұмысы қиын. Сағат 8-9-ға дейін сен яғни бір кейсті қарап отырасың. Немесе мұғалімдердің де жұмысы оңай емес. Барлығының жұмысы оңай. Яғни олардың жұмысын жақсарту ол мемлекеттің тікелей міндеті, және мен онымен толықтай келісемін. Ол барлығы уақытпен келеді. Бірақ ол мәселе халықпен, яғни полиция қызметкерінің арасындағы сенімсіздікті жоя ала ма деген сияқты мәселе. Бұлардың барлық ұстап атқан бір акценті, яғни бір үміті ғана бар деп айтайыншы. Яғни оларға біз ақша беріп жағдайын жақсартсақ, олар бәлкім жақсы жұмыс жасап кетер ау деген сияқты мәселемен да. Яғни біз оған айлық береміз, яғни мүмкін істеп кетер, мүмкін істеп кетпейді. Яғни үлкендей бір не жоқ, қандай гарантия деп айтады ғой, ондай нәрсе жоқ. Екіншісі, мынандай нәрсе айтады, 6 айдың ішінде біз өте мықты мамандар аламыз. Мен онымен тағы да келісемін. Яғни мамандар аласыздар, оның барлығы жақсы болады. Бірақ ол мамандар, яғни халыққа қызмет жасаған кезде халықтың құқықтық сауатсыздығымен қалай жұмыс жасай алады, халықты қалай сауаттандыра алады деген сияқты мәселе. Яғни екі жақтан бағыт болу керек, екі жақтан. Мына жақта даму керек халық, яғни полицияда даму керек. Сол кезде біз, яғни ортадағы сенімсіздікті және ортадағы түсініспеушіліктердің барлығын толықтай жоямыз. Екіншісі, мынандай нәрсе айтады. Кеңес кезінде, яғни біз бәрі сыйлады ғой полиция қызметкерін, тағысын. Кеңес кезінде блогер, вайнер, жемесе полиция қызметкерлерін сынайтын адамдар болған жоқ, құрметті қарсыластар. Яғни олар ешеге демейді, ол кезде тоталды режим болды, а қазір демократиялық режим. Кішкене құқықтық режимдермен бір салыстырып барып сөйлеу керек екен. Екіншісі, кино дейді. Киноға қатысты мен Ресейді келтіргім келеді. Ресейде сіздер білесіздер, яғни полиция қызметкерлеріне қарағанда түрмедегі адамдарды қаттырақ сыйлай ма сондай. Яғни шансон тыңдайды, там зона деген киноны сондай да. Осындай. Енді мен өз кейсіме келейінші, және мен өз кейсімде қандай мәселені көтердім. Яғни мен бұл кісілермен толықтай келісетін, егер біз полиция қызметкерлерінің жағдайын жақсартудың тиімді механизмін ұсынамыз деген болса. Жағдайын жақсартуға қатысты болса, бұл кісілермен толықтай кездесемін. Жұмысы жақсарады, айлығы өседі. Айлығы өскен кезде менде де мынандай бір қарсылық бар. Қазіргі айлығы 80 мың, оның айлығын 120 мыңға өсіресің. Айырмашылық бола ма дегенде ғой. Ол 40 мың теңге нені шешеді? Ол Турцияға апара ма, оны демалдыра ма, немесе ол әйелмен бір жаққа қыдыра ала ма бақшаға деген сияқты. Ренжімеңіздер. Сондай. Енді мен қараңыздар, мен нақты мәселені алдым, ол халық пен адамдардың арасында байланыс жоқ. Және сол байланыстың болмауының кесірінен адамдар арыз жазбайды. Арыз жазбаудың кесірінен латентті қылмыстар дамиды. Латентті қылмыстар дамыған кесірінен майда қылмыстар дамиды да, және полиция қызметкерлерінің жұмысы ауырлай береді. Яғни былайша айтқан кезде цепочка кете береді және ол қиындай береді. Екіншісі қараңыздар. Мен мынандай нәрсені айттым, бірақ бұған мүлде қарсылық естіген жоқ, нақты қарсылық. Мен айттым, біз соның мәселесін, яғни осындай майда мәселелер халықтың арасындағы сол халыққа қызмет көрсету орталығының арасындағы түсініспеушілікті бір приложениемен шештік дедік. Екіншісі, сот жүйесінде арыз беру мәселесі дедім. Басында, яғни біз заңгерлер өте қатты қиналатынбыз. Арыз бересің, кезекте тұрасың, оны қабылдай ма, қабылдамай ма, ол тіркеле ма, тіркелмей ма, үлкен мәселе. Ол ертең оған постановление қашан шығады, ол шықса уақытында шыға ма, уақытында шықпай ма, барлығы бізге беймәлім нәрсе еді. Яғни постановление башқан кезде артқы датамен шығара салады. Яғни осы датада шықты, барлығы заңда дейді, бірақ ол сайтта жарияланбағаннан кейін, ол бақыланбағаннан кейін сен ештеңе дей алмай қаласың оған. Ал қазір құдайға шүкір, яғни Судгов деген жақсы бағдарлама бар. Сен арызыңды бересің, арызың башқан кезде ұйғарымы уақытында шығады, шешімі уақытында шығады. Сен өзің қажет еткен нәрсені толықтай қанағат етесің. Және соттармен халықтың, яғни заңгерлердің арасындағы үлкен осындай мәселе шешілген болатын. Және осы мәселе біздің де арамызда болу керек деген мен идеяны бағанан бері салып отырмын. Және мен оған нақты қарсылық естіген жоқ. Және сөзімнің соңында мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Денис Тен қайтыс болған жағдайда, өте қайғылы мәселе. Полиция қызметкерлерінің сенімсіздігі толықтай құлап кетті, дұрыс па? Бірақ сол именно арыз қалай болып отыр, қалай жүріп отыр, біз білеміз ба? Білмейміз, А бағанағы бағдарлама болған кезде біз оны білетін едік, Қазір қандай мәселеде қарастырылып жатыр, қандай жүйеге кірді, кім қарастырып жатыр, оның барлығы нақты мәліметтер болатын еді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сонымен ақырғы бөлімді Жақтау фракциясының лидері қорытады. Оның уақыты да 5 минут. Рахмет. Тікелей қарсылыққа көшсем, мынандай жағдай, құрметті төрешілер. Менің түсінбейтін нәрсем мынада.
бұл кісілердің даттаушы тараптың айтқан нәрселерінің барлығы халықтың құқықтық сауатсыздығы дейді. Сонда менде тағы бір сұрақ келеді. Сонда полиция қызметкерлері халыққа құқықтық сауаттылықты үйрету керек па деген. Мыналардың жүйесі қалай пайдаға асады деген. Егер халық құқықтық сауатсыз болса, ол ЕГОВқа да кіруді білмейді, ол Судкомға да кіруді білмейді. Осы да мәселе. Және бұлардың шатасатын жерде осыда. Сонда біз полиция қызметкерлеріне олар қылмыспен күресуді, криминалды былай қоя қойып, сендер адамдарға құқықтық сауаттылықты үйретіңдер дейміз ба деген сұрақ туады менде. Бұл кісілердің бұл тараптың айтқан сұрағының сауалының барлығы осыған келеді. Халық құқықтық сауатсыз, арыз шағымын қайда апаруды білмейді дейді. Осы нәрсеге байланысты. Келесі мынандай нәрсе, даму мед деген нәрсенің өзі медицина тарапынан ол толық әлі жүзеге асқан жоқ екендігінде, оның жүзеге асуы аңыз екендігіне байланысты да енді. Оған көптеген уақыттар керек екендігінде. Енді қарайықшы, бұл жерде идея мынада болады. Бұл айтады, жағдайын жақсартсаң келісем дейді. Енді мен сіздерге түсіндіріп берейінші, жағдайдың жақсаруы қалай әсер ететіндігін. Мен бірінші нәрсе айттым. Бұл құзыреттілікті төмендеткен құзыреттілікті арттыру дедім. Егер екі тілде сауатты полиция қызметкері болса, егер оның икемділігі болатын болса, егер ол білімді болатын болса, ол өзіне өзі сену коэффициенті жоғарылайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, әлеуметтік жағдайына байланысты. Оның айлығы жақсы болатын болса, ол жұмыстан шаршамайтын болса, жаңағыдай 2-де 1, бір күн істейді, 2 күн істейді, бір күн демалады. Осындай жағдай болатын болса, ол жағдайының жақсаратындығына, психоэмоционалды тұрғыда жағдай жақсы болатындығына. Мысалы, ойлап қараңыздар, сізді түнгі 3-те шақырып алып, ертеңгісін жұмысқа шығып кете берсеңіз, сіз көшеде кездескен өзіңізге шағымданған адаммен жұмыс жасауға мұршаңыз бола ма деген сұрақ. Сіз егер 12 сағат, 16 сағат ұйықтамайтын болсаңыз, бұл әрине коммуникацияны төмендететіндігіне байланысты. Нормаламаған жұмыс күні және әлеуметтік пакеттердің болуы. Егер сенің жағдайың жақсы болса, егер сенің құзыреттілігің арттыратын болса, бұл өзіңе деген сенімділікті және жағдайдың жақсаруы жұмысыңды жақсы істеуге деген құлшынысты тудырады. Сенде айлығың жақсы болып, үйіңде барлығы тыныш болып, келіншегіңнің құлағы тыныш болып жатса, сен өзіңнің қызметіңді істеуге деген махаббат болады. Бұл махаббат неге әкеліп соқтырады? Бұл адамдармен жақсы жұмыс істеуге әкеліп соқтыратындығында, яғни халықпен байланысты арттыратындығына байланысты. Мінекей, менің әкеліп тұрған түйінім осыда болатын, яғни жағдайдың жақсаруы қалай әсер етеді дегенге байланысты. Және негативті образға да байланысты осыны айтқан болатын. Негативті образдар қалыптасты, осыған байланысты позитивті образдарды да қалыптастыруымыз керек. Кезінде, КСРО-ның кезінде осындай фильмдердің болуы арқылы полицияға деген сенімділігі жоғарылады, позитивті ой жоғарылады деген. Енді қарайықшы, екі тарапта қандай проблемалар қозғалды дейді. Олардың айтатындығы белгілі бір жүйеге келтіру, жаңағыдай даму мед, соны ЕГОВ деген сияқты дейді, осындай жүйеге келтіру дейді. Бірақ менің екінші спикерім өзінің сөзінде дәлелдеп береді. Ол нәрсе президенттің ұсынған нәрсесі екен, жүзеге асып жатқан екендігі. Бірақ бұл кісі дәлелдеп бере ма, біздің ұсынған жаңаша нәрселеріміз екендігінде. Яғни біз нормаланбаған жұмыс күнін айттық. Біз жаңа құзыреттілікті арттыру бойынша 6 айлық академия ашуды айттық. Яғни 19-дан 25-ке дейін аттестация өткіземіз. Өтпеген адамдар жыл сайын өткізіп келемізде, өтпеген адамдарды 6 айлық курсқа жібереміз. Сол арқылы қайтадан даярлаймыз. Қажеті жоқ, жаңағыдай жұмысқа икемсіз, құзыреттілігі төмен адамдарды шығарамыз. Осылай кадрлардың алмасуы, осылай жүзеге асады деген идея ұсынған болатынбыз. Жаңаша идея. Неге шетелден инструкторлар керек деді? Біз айттық, шетелдің бағдарламалары олардың дамып кеткен. Олар адамдармен жақсы коммуникация, тіл табыса алады. Біз ол жерде мемлекеттік құпияны ашып берейін деп жатқан ештеңеміз жоқ. Біз халықпен қалай жұмыс істеу керектігін солардан үйрене алатындығымызда, құрметті достар, құрметті төрешілер, осы нәрсені айтқымыз келген болатын. Және олардың вайындарына байланысты жақсы қарсылық айтады. Конституцияда бар, әркім өзінің әлеуметтік желіге салуға құқығы бар деген нәрсе. Олардың айтатын қарсылықтары қандай? Өйткені адамдар құқығын білмейді дейді. Осы жерде ойынның соңында тағы да бір сұрақ туады. Сонда полиция қызметкерлері әрбір халыққа барып, құқығын үйретіп жүру үшін оған тағы да педагогикалық білім алу керектігінде. Ол мүлдем басқа мәселе екендігінде. Сондықтан, құрметті төрешілер, біздің ұсынған нақты мәселелеріміз осындай болды, және біз осындай жолдармен шеше алдық. Бұл кісілердің проблемасының шешу жолына қараған кезде біздікі эффективтілеу болды. Өйткені мен сіздерге жағдайдың жақсаруы, құзыреттіліктің жақсарылуы және негативті образдардың кетуі қалай әсер ететіндігін түсіндіріп берген болатын. Бұл психоэмоционалды деңгейде болатын нәрселер. Және бұл жұмысқа деген құлшыныстың артуы, бұл халыққа деген махаббаттың артуына алып келетіндігінде. Көп рахмет. Біршама қызу айқас болған секілді, ендеше командаларға алғыс айтпас бұрын ортаға фракция құрамын түгел шығуын өтінемін. Сонымен бүгін
полиция қызметкерлерінің мәртебесін көтеруге тырысқан қос команда, Алматыдан келген аргумент фракциясы және Ақтөбеден келген сәйкесінше Ақтөбе фракциясы қос командаға да қолдау білдіріп отырайық. Дегенмен ширек финалдық сатының жолдамасы біреу, оған кім ие болады екен? Ол жөнінде бізге төрешілер айтып береді. Ендеше бірінші болып Ғабиден Нұрпейісов өз пікірін білдірсін. Рахмет. Екі фракцияның да өте ойыны қызық болды, аргументтердің барлығы дұрыс болды. Сіздер құқық қорғау органдарының саласының жұмысын жетілдіру бойынша өздеріңіз нақты ойларыңызды білдірдіңіздер. Бұл біздегі басты мәселелердің бірі еліміздегі. Сіздерге рахмет айтқым келеді. Сіздердің екі жақтында аргументтер мен фактілердің барлығы дұрыс болды, және өздерің дәлелдеулеріңіз, бірақ барлығы сәйкесінше арасында енді кейбіреулеріңіз әлемдік тәжірибені қарадыңыз, кейбіреулеріңіз көршілес Ресейді қарадыңыз. Бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді. Бұл бойынша енді құқық қорғау органдарының мәселесі ол кез келген мемлекетте бірінші орында тұратын мәселе. Өйткені бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан да бұл жерде біз тек қана қарсымыздағы көршілерді емес, мен сіздерден басқа нәрсе күткен едім негізінде. Батыс Европа елдерін, ақш және де басқа да мемлекеттерді дамыған, ол жердегі басқаша қалай сайланатынын, шерифтердің сайлануы туралы бұл жерде әңгіме болған жоқ. Басқа мемлекеттерді құқық қорғау органдар, біз сол өзіміз интернетте не таптық, соны айтып бердік сіздердің ойыңызша. Сондықтан да мен екі фракцияның арасында жеңісті Ақтөбеге беремін. Яғни сіздің даусыңыз жақтау фракциясына. Жақсы. Жанат Чукеев. Жанат, сіз көлік айдайсыз ғой, қателеспесем. Иә. Мысал үшін жол-пол қызметкерлері сіздің көзқарасыңызда сіз үшін олардың мәртебесі қандай? Енді саламатсыздар ма қонақтар, келіп тұрған қатысушылар. Иә, Мерей, жол-пол жаңа өзіңіз айтып кетпекші. Енді көзқарасымыз кейде дұрыс, кейде бұрыс болып жатады. Өйткені тоқтатқан кезде кейде өздері дәлелдей алмай жатады. Не үшін тоқтатқандарын? Әйтеуір тексеру бір қағаздарын көрсетеді, осында тексеру жұмыстары жүріп жатыр деген сияқты. Бірақ енді деңгейлеріне білім олардың, сол жаңа қызметкерлердің білім деңгейлерін көтеру керек негізі. Ал қос фракцияның қайсысы көбірек жақын келді енді осы мәртебесін көтеру? Сол жақтарын айтып берейін. Негізі өздеріңіз білесіздер, енді жаңағы алып тұрған осы темаларда кішкене ауырлау. Өйткені жаңағы аргумент фактілер жақсы келтіріп жатыр да. Жамандау ол оңай деп ойлаймын. Өйткені тема өзіңіздеріңіз білесіздер, полиция, да? Полицияға бел. Дегенмен мына жақтаушы фракциясы маған былай айтқанда более ұнады. Да, жақтаушы фракциясы ұнады. Мен өзім даусымды жақтаушы жаңағы Ақтөбеге беремін. Серікбай Садығұлы, полиция қызметкерлерінің мәртебесіне қатысты бірінші өз пікіріңізді айтып жіберсеңіз, және бүгінгі жастардың, фракциялардың ұсынған ойларына қатысты пікіріңізді айтсаңыз. Полиция қызметінің оның мәртебесін қалай жақсартамыз деген ол бүгінгі туған мәселе емес, ол кешегі туған мәселе емес. Мен 34 жыл құқық қорғау органдарында қызмет жасаған кезде 34 жыл бойы осы жағдай қозғалып келе жатыр. Ол кешегі кеңес дәуірінде де қозғалған, қалай жақсартамыз деген. Қазірде де сол бүгінгі күні болып жатыр, сол пікірлер болып жатыр. Жаңа кеңес дәуірі жөніндегі де айтып кетті. Сол кезде халықтың полиция деген сенімі жақсырақ болатын, полиция деген сенімі негізірек болатын деп, оған қарсы даттаушы жақ айтты. Ол кезде блогер деген болған жоқ, ол кезде интернет деген болған жоқ деп. Мен бүгінгі туындаған бірінші өзің сұрақ қойып отырсың ғой, Мерей, полиция қызметкерлерінің өзіңізді бірінші сұрақ пікірі қандай деп. Мен мысалға бұл құбылысы бұл мәселе өте күрделі болғандықтан да бір орысша айтқанда однозначно бір жауап беру күрделі. Бірақ менің білетіндігім, сіздердің салыстырып отқан врачтың да жұмысы өте мәртебелі жұмыс, мұғалімнің жұмысы өте мәртебелі жұмыс. Полиция қызметкерлері шындығын айтқанда
ол әрдайым алдыңғы қатарда жүретін, оқтың өтінде жүретін қызмет, полиция. Сол себептен де басқа қызметтердің дәрежелерін мен түсірмей отыра, басқа мамандықтардың дәрежесі мен түсірмей отыра, мен айтар едім, полиция жұмысы өте қауіпті жұмыс. Оның күрделігі бір бөлек, қауіптілігі екінші мәселе. Сондықтан да бұл мәселе терең зерттеуді қажет етеді. Ал жаңа екі жақтың да айтып отқан аргументтеріне келетін болсақ, әрине даттаушы жақ мысалға аргумент командасының мен бір мәселеге бір сұрақ айтқан несіне дәлеліне тоқтап кетейін. ЕГОП системасы сондардағы жұмысты жақсартуға әрине себебі тигізді. Ол бірақ себебін тигізгенде кезекті реттеді. Кезекті жылжытуға себебін тигізді. Суд ГОП системасы ол да кезекті реттеді. Жұмысты арыздарды тездетіп қабылдауына соған себеп оң әсерін берді. Алайда бұл екі системада жұмыстың өзінің көкейкесті мәселесін шешуге, жұмысты жақсаруға әсер тиді ме? Мысалға суд ГОП. Ал мен арыз бердім сотқа. Ол соттың қалай қарағандығы мен өзім қарап отырдым. Оның шешімін мен уақытында қолдамадым. Мәселенің бәрі онда емес, мәселенің бәрі әділдігінде. Ол соттың шешімі заң жүзінде шықты, уақытында шықты. Мен бір 5 минуттен қолым алып, ол әділ ме, әділ емес пе? Ішкі мазмұнында дейсіз ғой. Мәселе сонда, ішкі мазмұнында. Мәселенің барлығы осыдан шығады. Мысалға ол ешкімге қазір құпия емес. Соңға барсаңыз, кеше бір өздеріңіз білесіздер ғой, осыдан бір 4-5 ай бұрын, әлде жылдың басында ма болды ғой, прописка жөнінде МВД ішкі істер министрлігі жаңашылық енгізген кезде бүкіл соң қырылып қала жаздады. Халықтың деген қанша недовольствосы болды сол жерде. Жарайды, ол бөлек әңгіме ғой, бүгінгі әңгімеге қайтып келейік. Мен енді бұл жерде екі команданың да айтайын, мен ой тереңдігін, шешендік қабілетін, дискуссия жүргізу қабілеті екеуінде тең деп айтам, екеуі де өте жақсы деп айтам. Алайда мен аргумент жағына келгенде полиция қызметкерлерінің ең бірінші әлеуметтік жағдайын жақсарту керек деген мәселені мен қолдаймын. Сондықтан да мен Ақтөбе командасының қозғап отқан мәселесі ең бірінші қозғағаны әлеуметтік жағынан қорғау арқылы полициялардың кадрлық сапасын жақсарту керек. Мен сол себептен де өзімнің ой пікірімді Ақтөбе командасына беремін. Рахмет, төрешілерге алғысымызды білдіреміз, және шешім қандай болғанына қарамастан командалардың бір-бірімен қоласып қалғанын сұраймыз. Өмірде дос болып қалыңыздар, тек қарсыластықтарыңыз ойын алаңында болсын. Ендеше шешім анық. Бүгінгі 8-ден 1 финалдық межеден 3-ші ширек финалдық жолдаманы Ақтөбе фракциясы иемденді. Құрметті көрермен, келесі 4-ші ойында біз бойдақ немесе некеге тұрмаған тұлғаларға салық салу қажет пе деген сұрақтың төңірегінде жастардың ойын тыңдайтын боламыз. Ендеше келесі аптаға дейін жастар алаңында жүздескенше. Қымбатты көрермендер, кезекті ойынымызда бізде Алматыдан келген қонақтар бірінші ойыннан кейін өкінішке орай жеңіліп қалды. Осыған не себеп болды? Себептер көп. Қарсыластар біріншіден мықты болды. Екіншіден дайындық дәрежесі бізге қарағанда әлдеқайда жоғары болып табылды. Және қобалжу да бір өзінің әсерін берген сияқты. Ақтөбелік жігіттер, Ақтөбе фракциясы келесі кезеңге өтті. Жігіттер, ойыннан кейінгі сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы жеңген сайын, келесі кезеңге өткен сайын сіздер енді жалпы 1 миллион жүлде қорына жақындап келе жатсыздар. Енді осыған орай қорқыныш та көбейе түсу керек. Қалай ойлайсыздар? Әрине қорқыныш болуға тиісті. Әрбір алаңға шыққан сайын, бірақ десе де адамға өзіне сенімділік одан да маңыздырақ деп ойлаймын. Сондықтан бізде қорқыныштан гөрі сенімділік басымырақ. Жақсы, ендеше жігіттерге сәттілік тілеп, келесі ойында кездескенше.